Баршаңызға қайырлы күн достар, менің көрермендерім. Сіздермен бірге бүгін бекзат. Бүгін мен осындай керемет жұп-жұмсақ болып пісетін, ауызда ерейтін, үлбіреген зебра пирогын әзірлейтін боламын. Ауылдан келген жұмыртқанмен қаймақтан жасалатын осындай пирогты көру үшін видеоны соңына дейін қараңыздар және де қолдау білдіріп каналыма тіркеле отырыңыздар. Ең алдымен осындай 4 жұмыртқаны мен миксермен араластырып, оның үстіне 200 грамм қант қосамын. Мен барлық керек заттарды әрине описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады, қанша қосу керек екенін. Мінекей жұмыртқа мен қантымды әппақ болғанша осылай жақсылап араластырып аламын. Енді осының үстіне ерітілген майымды құйдым. Енді мінекей мен қаймақ салып жатырмын. Қаймақ әрине қолдың қаймағы. Негізі мен осыған дейін магазиннің, дүкеннің қаймағын пайдаланатынмын. 15-20%, бірақ менде үйде осындай қолдың қаймағы болғаннан кейін осы қолдың қаймағынан 2 қасық салдым. Енді осы ұнымның үстіне 1 қасық ас отысын салып, ұнға араластырып, ұнымды себелеймін үткіштен, және де оны миксермен осылай араластырамын. Мен негізі 3 бөлікке бөліп осылай себеледім. Сондықтан бірден салмай, 2-ге 3-ге бөліп салғандарыңыз дұрыс. Мінекей өте жұмсақ тестім, прямо қаймақ сияқты болып шықты ғой. Мінекей осылай 2-ге бөліп алдым. Енді осының жартысына мен 2 қасық какаоны қосып, тағы да миксермен бір араластырып аламын тегіс. Мінекей жартысы осылай ақ болып, жартысы какао араластырылған болып шықты. Енді осындай арнайы пирог пісіретін қалыпқа астына қағаз қойып, осылай қасықтап алма кезек салып отырамын. Өте оңай, тез әзірленетін пирог. Сондықтан сіздер де әзірлеп, отбасыларыңызды, үй іштеріңізді және де ауызашарға мінекей осындай пирогты пісіріп қойсаңыздар, шаймен өте керемет болады. Мінекей барлығын салдым. Мінекей енді осындай салып болғаннан кейін зубочисткімен осылайша сызықпен бөліп алсаңыздар, пирогтарыңыз өте әдемі болып шығады. Осы пирогты мен мінекей 180 градуста 30 минутқа пісіріп алдым. Енді кесіп сіздерге көрсеткім келеді. Мінекей өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай керемет жұмсақ болып шықты. Рецептім сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдырып және де каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.